Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келер шақ. Сабақтың мақсаты етістікті тиісті шақта қолдану. Өткен шақ, келер шақ, осы шақ. Келер шақ етістіктері іс-әрекеттің алдағы уақытта болатынын білдіреді. Келер шақ етістіктері не істеймін, не істейсің, не істейді деген сұрақтарға жауап береді. Не істеймін? Оқимын. Не істейсің? Жазасың. Не істейді? Тазалайды. Енді балалар, оқулығымыздағы 29 жаттығуда берілген етістіктерді 3 шақта жазу керек. Оқы, көр, ойна. Осы шақ оқып отыр. Өткен шақ оқыды. Келер шақ оқимын. Көр. Осы шақ көріп отыр. Өткен шақ көрді. Келер шақ көреді. Ойна. Осы шақ ойнап отыр. Өткен шақ ойнады. Келер шақ ойнайсың. Енді балалар, келер шақ етістіктеріне оқулықтарындағы 88-89 беттегі жаттығуларды орындауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.